Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келесіздер. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығатын керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Салатымызға керекті көкөністер дайындап аламыз. Бізге ең алдымен керегі салат жапырағы және қияр, қызанақ, тәтті болгар бұрышы, қызыл пияз, сарымсақ және петрушка керек болады. Барлығын видеода көрсетілгендей турап аламыз. Салатымызға керекті көкөністер турап алғаннан кейін, бірінен кейін бірін үстіне осындай салып шығатын боламыз. Және дәміне қарай тұзын салып, өз қалғаныңызша зәйтүн майын құйып жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің өте әдемі, дәруменге бай салатымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер сізге видео пайдалы болып жатса, немесе ұнап жатса, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.